Қазақ балалар әдебиетінің классигі, сүйікті жазушысы, қазақтың маңдайына біткен бір туар азаматы Бердібек Соқпақбаев 1967 жылы 13 наурызда қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданы Қостөбе ауылында дүниеге келген. Қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін, кейін Мәскеудегі жоғары әдеби курсын бітірген. Жұлдыз, Балдырған журналдарында қызмет атқарған. Ол қазақ әдебиетінде балалар әдебиетінің дамуына ерекше ықпал еткен жазушы. Бердібек Соқпақбаев балалар мен жасөспірімдерге арнап 20-дан астам әңгіме повестер ұсынды. Оның ішінде таңдаулы туындылары «Балалық шаққа саяхат», «Менің атым Қожа», «Жекпе-жек», 16 жасар чемпион, ал ересектерге арнап «Өлгендер қайтып келмейді», «Қайдасың Гаухар» және «Бір қалта құрт» атты туындыларын жазды. Шығармашылық жолын өлеңмен бастап, «Бұлақ» атты жыр жинағын шығарды. Қазақ әдебиетінде өшпес із қалдырған жазушы адамның жан дүниесін аша білді. Шындықты алыстамай, қарапайым жазылған шығармалары оқырманды еріксіз еліте білді. Бердібек Соқпақбаевтың есімін әлемге әйгілі еткен «Менің атым Қожа» атты повесть еді. Бұл ең көп тілге аударылған, әлем мойындаған шығарма. Повесть әзіл ретінде жазылғандықтан өте көңілді, әлі жалықтырмайтын, адам жанын баурап алады. Жазушының тағы бір туындысы «Балалық шаққа саяхат». Бұл шығарма қазақ балалар әдебиетінің асыл мұрасына айналды. Кітапта автор өзінің басынан кешкен қызықты хикаяларын баяндайды. Шығармада болған әрбір кейіпкер өзінің ауылындағы, өмірде болған жандардың жиынтық образы еді. Оқығанда еріксіз езу тартқызып, кейде күрсіндіріп, қалың ойға жетелейтін бұл шығарма күні бүгінге дейін өз оқырманын жоғалтқан емес. Бердібек Соқпақбаевтың барлық туындыларында оның шығармашылығының қайнар көзі халық өмірінен бастау алғаны сезіледі.